60 жасар алжыған шалдың маған қалай қырындағаны туралы айтып берейін. Вот. В общем, такси шақырамын, такси келеді. Мінемін, сосын тұрады да. Саламатсыз ба деймін. Саламат па қызым, айналайын. Әдемі екенсің. Дейді. Рахмет ағай дедім. Сосын тұрады да. Менің де қызым бар. Сен сияқты. Ол бірақ жетіде дейді. Сосын, иә дедім. Сосын тұрады да. Қызым, айналайын. Әдемі екенсің. Қатын болатын қыз екенсің дейді ғой. Ішімнен қой таста. Қайда берейін мен? Кете берейін мен, достар деп ойлап отырмын ішімнен. Ойбай дедім. Сосын тұрдым да. Тұрады да. Мен негізі өзім 2 қатын жібергенмін. Екеуі де дұрыс болмады дейді. Жаңа шал. Сол, бірақ қызым бар. Сен маған шық, сен әдемі екенсің. Хиджаб киесің дейді. Сосын намаз оқисың. Маған ұл тауып бер дейді. 60 жасар. Қой дедім, таста дедім. Ішіне айтып отырмын. Үндеген жоқ мына кісіге. Деп отырмын. Қуарып отырмын ғой. Сөйтем да. Қой дедім да. Телефонымды ашып, әлі сөйтіп бір оқып алдым. Содан кейін ана кісі қоймайды. Мен негізі военный адаммын. Кезінде сондай болып істегем. Мен таза еркекпін. Мен мықтымын дейді. Ой, сөйтіп, короче, номерімді сұрады, басқа қылды. Құдай, Аллаға шүкір, үйге аман есен келдік. Үстіне түсіп қалдым, жаңа машинадан. Сөйтіп кетіп баратсам. Қызым, номеріңді бермейсің ба? Немесе әйелім ғой, балам ғой. Тастап кетейін номеріңді, дейді ғой. Қазіргі шалдар ше, құтырған, қазіргі емес, в целом, білмеймін мен өзім адам 65-те. Мысалы, ол 60-та, мен 19-та. Өзімнің қыз бар. Похуй оларға, алжыған қақпастар. Бұндай оқиға, знаете, менің подружкамда де болған. Ол кісіге де сондай шал кәдімгідей әдемі екенсің, бірдеңе, мен бірдеңе тиіскен. Ол қыз үйге келіп жылады, мысалы. Ондай жағдайлар көп болады. Бұл білмеймін мен, сұмдық мынау масқара.